Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алмадан жасалынатын ерекше пирогтың рецептін бөліскелі отырмын. Құрамы өте қарапайым, қолжетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толық сенімдімін. Тестасы өте жұмсақ, алмадан қышқыл тәтті дәм шығып тұрады, бір-бірімен өте жақсы үйлеседі. Дайындап көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа ұнды електен өткізіп салып, үстіне бөлме температурасында еріген сары майды салып, қолмен үгіте отырып, ұнтақ етіп жасап шығамыз. Осындай болуы қажет. Үстіне разрыхитель қантты салып, қолмен кішкене араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны жарып саламыз. 1,5 қасық майонезді салып, қолмен жұмыртқа мен майонезді сәл-сәл араластырып аламыз да, бір келкі болғанша қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын бір келкі жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қамырды илеп болған соң, бетіне алмадан салмасын дайындағанша салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қолға жабыспайтын осындай жұмсақ бір келкі қамыр шығады. Холодильникке салып қоя тұрамыз. Ал енді алмадан салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге 4 алма қажет. Қабығын ашып дайындап аламыз. Үккіштің ұсақ көзінен алманы өткізіп дайындаймыз. Салмасына негізінен көк алма пайдаланған дұрыс. Мен 3-еуін көк, 1-еуін қызыл алма етіп қостым. Алманың барлығын үккіштен өткізіп, пюре сияқты етіп жасап аламыз. Міне осымен алманың барлығын үккіштен өткізіп алдым. Алма қарайып кетпес үшін лимонның согын қосу қажет. Менде түп жағы қарайып жатыр екен, сонда да лимонның согын қостым. Үстіне 2,5 қасық қант ұнтағын салып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Араластырып дайындап қоямыз. Холодильниктегі қамырды аламыз. Диаметрі 24 немесе 25 болатын форманы алып, пергамент қағазын төсейміз. Қамырды түбіне бір келкі етіп, жайып, қолмен жайып, тегістеп, қалыңдығы бір келкі болғанша жайып шығамыз. Алып қалған қамырды жандарына бортик жасаймыз. Қалыңдығы барлық жерінде бірдей болуы қажет. Пешті 180 градусқа алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Пирогты алдын ала қызып тұрған пешке салуымыз қажет. Салмасын салып, тегістеп жазып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут қызарғанша ұстаймыз. Оған дейін пирогтың бетіне желе дайындап аламыз. 1 шай қасық желеге 1 стакан су құйып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Алманың қабығынан тәтті етіп компот дайындап алып, соның жарты стаканын құйып аламыз. Жаңағы жарты сағат тұрған желе екеуін қосып, пешке қоямыз. Желе еріп, бір келкі болғанша отта ұстаймыз. Су қайнай бастаған кезде оттан алып өшіреміз.
Міне, пирогымыз пісіп шықты. Енді осы пирогтың бетіне жаңағы дайындаған желені құямыз. Желені негізінен құймаса да болады. Мен беті әдемі жылтыр болып тұру үшін қосамын. Желені ыстықта емес, 5-6 минут суытып барып құйған дұрыс. Бетіне әсемдік үшін жаңғақты қойып шықтым. Пирог толық суып, бетіндегі желе қатқанша 1,5-2 сағаттай қойып қоямыз. Одан соң формасынан алып, ыдысқа түсіріп, дастарханға ұсынуға болады. Міне, осындай әдемі, өте дәмді пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, ерекше пирог. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыз.